Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Азық-түлік тағамдарын өндіру құрылғылары, жабдықтары мен машиналарды пайдалану пәнінің оқытушысы Меңдібаева Қарлығаш Қажығалиқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы МООC 250 картоп аршу машинасы және сабақтың түрі виртуальды зертханалық жұмыс. Яғни МООC 250 картоп аршу машинасының зертханалық жұмысты бастамас бұрын біз алдыңғы сабаққа шолу жасап, видеоролик арқылы кішкене есімізге түсіріп алайық. МООC 250, МООC 300, МООC 400 картоп аршу машиналары қазіргі кезде өндірісте көп қолданыстағы машиналар болып табылады. Яғни бұл машиналар тоттанбайтын болаттан жасалынған, машинаның түбі дөңгелек болып келеді, жәнегі 100% болаттан жасалынады. Және де өте сенімді жабдық болып табылады. МООC 250 картоп аршу машиналары қазіргі кезде өндірісте көп қолданыста ие машинаның бірі болып табылады. Және де бұл МООC 250 машинасы ылғалдан да қорғайды, өніміміздің бұзылмауына жоғары сенімді жабдық болып табылады. МООC 250 картоп тазалау машинасы іргетастан, корпустан және де жұмыс камерасынан, айналып тұратын корпустан, жетектен, қақпағы бар жүктеуге арналған тартпадан, қаптауыштан тұрады. Бұл машиналардың барлығында картоп, сәбіз, свекла өнімдерін жуып аршуға, тазалауға болады. Сонымен қатар осы МООC 250, 400, 300 картоп машинасын жаңа жұмыс машинасына салғаннан кейін 2 минуттан кейін қақпағын жаңағы картоп аршу машинасының аршылған картоптарды көріп отырғандарыңыздай бөлек ыдысқа түсіреміз және де қайтадан машинаның қақпағын жабамыз. Осы картоп аршу машиналары камерасы, жұмысшы камерасы 2 цилиндр түрінде орындалады. Жұмыс камерасы және конустың ішкі беттері сегменттер түрінде абразивті материалмен жабындалған. Камераның күйірлік бетінде тазаланған түйнектерді шығаруға арналған есігі бар. Есік резеңке төсемемен тығыздалған және эксцентриктік тиекпен жабылады. Түйнектер жақсы араласу үшін абразивті конус түбінде радиалдық толқындары болады. Конустың сыртқы жағында 2 қабығы және ашылған қабықты шығаруға арналған 2 қабығы болады. Камераның ішінде жоғарғы бөлігінде суды жіберуге арналған форсунка орналасқан. Машинаның жалпы құрылысы 10 килограммға дейін, жаңағы сағатына 150 килограммға дейін өндіруге тазалауға арналған. Бұл жердегі электр қуатының жаңағы көлемі 0,55 киловатт болып табылады. Осы картоп аршу тазалау машиналары өте сенімді, бізге тазалауы да тез, жаңағы өте жоғары болып келеді. Келесі біз виртуальды зертханалық жұмысымызға көшетін болсақ, технологиялық мақсаты түйнектерді тазарту болып табылады, ал жұмыстың жалпы мақсаты МООC 250 картоп тазарту машинасының құрылғысы мен жұмыс принципін оқып үйрену. Жалпы жұмыстың міндеттері МООC 250 картопты тазарту машинасының құрылғысы мен жұмыс принципін оқып үйрену. Яғни барлық машиналар, картоп аршу машинасы электр қозғалтқыш арқылы жұмыс жасайды. Электр қозғалтқыш 2 бөліктен тұрады, ротор және статор. Келесі, картоп түйнектерін аршу тазалау барысында процестің ерекшеліктерін қарастырамыз. Үшінші, теориялық және эксперименттік өнімді, сонымен қатар МООC 250 картоп тазарту машинасының жұмыс қуатын әртүрлі айналу жылдамдығымен анықтаймыз және сынақ нәтижелерін өңдейміз. Төртінші, МООC 250 картопты тазарту машинасына техникалық қызмет көрсету бойынша сипаттама береміз. Яғни, картоп аршу машинасының жалпы және кинематикалық схемалары бізге көрсетіледі. Сол схемалар бойынша жалпы жұмыс жасау принциптарына сипаттама беріп өтеміз. Бесінші, МООC 250 картоп тазарту машинасын қауіпсіз пайдалану және күйге келтіру ережелерін білу қажет. Енді виртуальды зертханалық жұмысқа көшпес бұрын жұмысқа қажетті жабдықтар, құралдар мен қондырғылармен танысып өтейік. Виртуальды модельдеу модельдері
картопты тазарту машинасы, яғни мол 250, техникалық таразы, секундомер, амперметр, өлшеуіш стакан. Қажетті өнім түрі картоп. Құрылғыны және жұмыс принципін зерттеу. Мол 250 картоп пен тамыр түйнектілердің дақылдарын механикалық тазартуға арналған. Барлық азық-түлік тағамдарын өндіру құрылғылары және жабдықтары мен машиналарды пайдалану пәніндегі біздің қолданатын зертханалық жұмыстарымыздың барлығы Macromedia Flash Player программасын қолдану арқылы орындаймыз. Енді экранға қарасаңыздар, бізде виртуалды программа көмегімен зертханалық жұмысты орындаудың ретіне келіп тоқтаймыз. Яғни экранда осы зертханалық жұмыстың скрин жасалған түрі, яғни бұл жердегі нақты зертханалық виртуалды түріне қазір көшетін боламыз. Зертханалық жұмысымызды Macromedia Flash Player программасын ашу арқылы біз зертханалық жұмысымызды жасауды жалғастырамыз. Яғни зертханалық жұмысымыз ашылды. Бұл жерге тағы да қарап өтетін болсақ, бізде суреттемен нұсқап отырған мол 250 картоп ашу машинасы, яғни ол электр қозғалтқыштан тұрады. М деген электр қозғалтқыш, шартты белгіленуі шкив, жаңағы білігіміз, форсунка арқылы жоғарыда жаңа атап өтілгендей бізге машина қосқаннан кейін су жіберіледі. Тахометр, амперметр және керекті шелегіміз, секундомер, таразы, өлшеуіш құрал, картоп өніміміз берілген. Алдымен жұмысты бастамас бұрын шелегімізді таразыға қойып, яғни шелектің қанша көрсеткенін өзімізге жазып алатын боламыз. Бөлек қағазға. Енді осы жерде таңдаған өніміміз картоп. Картопты алып шелекке көріп отқандарыңыздай саламыз. Яғни бұл жерде әр білім алушыға әр бірнеше нұсқа беріледі. Сол нұсқада көрсетілген килограммдық жаңағы картошка өнімдерін алатын боламыз. Яғни біз көріп жатырсыздар, шелекке өзіміздің картоптарымызды салып жатырмыз. Зертханалық жұмысымызды жалғастырамыз. Әзірше 3 килограмм болды. Бұл жерде біз 5 килограмм бүгінге алып көрейік зертханалық жұмыс. Так, 4,5 килограмм болды. Яғни картоптарымызды біртіндеп салу арқылы 5 килограммнан асты. Енді осы уақыт аралығында біз амперметрдің көрсетуін жазып аламыз. Амперметрдің жұмыс істемей тұрған кездегі машинаны қосқаннан кейінгі өлшем жаңағы шамасын жазып алуымыз қажет. Сіздерге түсінікті болу үшін экранды кеңінен қосайын. Енді машинаның басқару панелінде көріп отқандарыңыздай өшіру, қосу кнопкалар көрсетілген. Яғни қосу кнопкасын басу арқылы біз амперметрдің үйінің өзгергенін байқаймыз. Яғни амперметрдің көрсетуі 1,4. Біз бұны зертханалық жұмысымыздың сынақ жүргізген кездегі есептеу таблицасына барып, амперметрдің көрсетуін жазып аламыз. Яғни жұмыс істемей тұрған кездегі көрсетуі. Яғни арғарай жұмысымызды жалғастыратын боламыз. Амперметрдің көрсетілуін жазғаннан кейін біз қайтадан жұмысымызды жаңа өшіру кнопкасын басамыз. Енді шелектегі картопымызды мол 250 картоп ашу машинасына салатын боламыз. Яғни көргендеріңіздей қақпағы ашылды.
қақпағын ашқаннан кейін осы картопымызды апарып машинамызға саламыз. Яғни көріп отқандарыңыздай машинаға түсті. Енді қайтадан бір уақыт аралығында секундомерді 20, 30, 40, 50 секунд аралығында әр білім алушыға әртүрлі уақытта беріледі. Сол уақыт аралығында жаңағы бірдей машинаны және де секундомерді қосамыз. Секундомерді біз 40 секундқа алайық. Машинамыз қосылды. Машинаның қабығы 250 картоп аршу машинасының қақпағы жабылды. Енді тахометрдің көрсетуі 1,4. Яғни бұны біз сынақ жүргізгендегі жазып аламыз. Амперметрдің жаңағы тахометрдің көрсетуі. Амперметрдің көрсетуі 1,8. 1,8. Және тахометрдің көрсетуі 1,4. Енді 40-50 секундымыз болды. Машинаны жаңағы жабдығымызға өшіру кнопкасын басу арқылы тоқтатамыз. Енді картоп аршу машинасындағы шығару қақпағын ашамыз. Яғни қақпақ ашылды. Картопымыз біздің шелегімізге қайтадан салынды. Енді машинаны жаңағы жабдығымызды 250 картоп аршу машинасын өшіреміз. Шелегімізді таразыға қоямыз. Яғни біз көрсетілген шыққан өнімді жаңағы сынақ жүргізген тазаланғаннан кейінгі өнім мөлшері 4,140 килограмм болды. 5,12 болған 4,140. 4,140 деп жазып аламыз. Яғни осымен біздің жаңағы зертханалық виртуальды тәжірибелік жұмысымыз аяқталды. Енді есептеу бөліміне көшеміз. Яғни біз жаңағы алған мәндерімізді өзіміздің есептеу сынақтамасына салып қойдық. Осы жерден есептеу бөліміне көшетін боламыз. Яғни картоп қабығын аршу машинасының үздіксіз жұмыс жасау кезіндегі өнімділігін анықтаймыз. Өнімділік Q-мен белгіленеді. Өлшем бірлігі килограмм бөлінген секунд. Яғни Q-ді тең M бөлінген T. M уақыт, T M масса, T уақыт. Картопты тазартатын машинаның теориялық өнімділігі QD тең V ρH Фи бөлінген T. Нолевой. Яғни бұл жердегі V деп отырғанымыз жұмыс камерасының геометриялық көлемі, метр Пи ρH өнімнің жаппай тығыздығы, және де ρH 650 килограмм метр куб. Фи жұмыс камерасының толтыру коэффициенті. Бұл жерде Фидің мәні бізде белгілі 0,60 және 0,65. Келесі жұмыс камерасының алынған өлшемдеріне сәйкес өнімді өңдеуге арналған камераның көлемін анықтайтын боламыз. Яғни V тең H Пи квадрат бөлінген 4. Өнім қалдықтарының салыстырмалы мөлшері, яғни процентпен анықталынады. Біздің өнімді жаңағы картопты алғанға дейінгі, алғаннан кейінгі жаңағы шыққан қанша тазартылды, сол процентті есептеп табатын боламыз. Яғни Q тең M-M1 бөлінген M көбейтілген 300%. Сонымен қатар электр қозғалтқышы. Электр қозғалтқыштың электр қуаты N, N-ді анықтайтын боламыз. N жалпыдан жаңағы N-нің нақты мәнін алып тастаймыз. Сонымен қатар тазарту процесі кезіндегі энергияның меншікті шығыны, яғни Пи, ватт өлшем бірлігі бөлінген килограмм. Пи тең N жалпы Т бөлінген М, яғни қуат пен уақыттың массаға бөлінгісі. Сонымен қорытындылай келсек, картоп қабығының нақты өнімділігін есептейміз. Картоп қабығының нақты теориялық өнімділіктерін салыстырамыз. Жұмыс денесінің нақты жылдамдығы жеткілікті екендігін анықтаймыз. Жұмысшы денеде түйнектердің қан айналым жағдайы және олардың қозғалу мүмкіндігін тексереміз. Тазарту процесінде нақты энергия шығынының өнімінің бір жүктеме бөлігінің массасына тәуелділік графигін құрамыз.
Енді қорытындыға келетін болсақ, тамақ өндірісінде күнделікті тұрмыста қолданылатын картоп, сәбіз, пияз өнімдерін аршуда осы МОП 250, МОП 350, МОП 400 машиналары көп қолданыста. Бұл машиналарды қолдану арқылы біз жұмысымызды жеңілдетуге болады. Және де білім алушылар осы жұмысты виртуальды тәжірибелік жұмысты орындау арқылы өндірістік практикаға барған кезде өздеріне жаңағы виртуальды көрген жабдықтарды практикада тез меңгеріп кетулеріне өте қолайлы болып табылады. Енді үйге тапсырма. Үйге сіздерге 2 тапсырма беріледі. Яғни бірінші картопты тазарту, өзіңді тексер. Картопты тазарту машинасының ең тозған бөліктерінің біреуінің жұмыс сызбасын сызамыз, жасаймыз. Яғни сіздерге осы жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары үйге тапсырма. Яғни подшипниктерді жинау, қораптарды орау және олардың СКД талаптарына сай техникалық сипаттамасын жасайсыз. Екінші өзіңді тексер деп аталады, яғни тест жұмыстары. Осы тест жұмыстарына жауап беріп, келесі сабаққа дайындалып келіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.